2026 жыл мен үшін Парижге 3 күндік іс сапармен басталды. Turkish Airlines әуе компаниясымен жалпы 14 сағат ұштым. Билет құны 1032 евро. Қонақ үйге 16 евро тұратын метро желісімен жеттім. Компаниямыз қонақ үй үшін 2 түнге 400 евро төледі. Қосымша 11 евро қалалық салық алынды. Келесі күні дәмді таңғы ас ішіп, жұмыс орнына беттедім. Ол жерде Fall Winter 2026-27 топтамасының презентациясы өтті. Кейін бізді шақырған Маж бренді түскі ас ұйымдастырды. Жұмыстан кейін бірден Луврға бардым. Бағыма орай, ол офисімізден небәрі 5 минуттық жерде екен. Луврдан соң жапон асханасынан кешкі ас іштім. Құны 44 евро болды. Үшінші күні таңертең ерте тұрып, заттарымды жинап, қонақ үйге сақтау бөліміне қалдырдым. Red Bus аялдамасына ертерек келіп алғаным үшін жанында шоколад дүкеніне кіріп, круассан және ыстық шоколад алдым. Red Bus билеті 39 евро болды. Алдымен Сена өзенінің жағалауына. Кейін Триумфалды аркаға бардым. Негізгі мақсатым бала кезден көргім келген Эйфель мұнарасын көру еді. Оған қарап отырып біраз жылап алдым. Осыдан кейін әуежайға қайтатын уақыт та келді. Ата-анама және құрбыларыма шоколад алып, таксимен әуежайға бет алдым. Шарль де Голль әуежайы өте әдемі, әрі өте үлкен екен. Жол бойы кішкентай әйелдер атты фильмді тамашаладым. Айтпақшы, бұл фильм ең әдемі костюмдер үшін Оскар сыйлығын алған. Осылайша аман-есен үйге оралып, барлық шығындар бойынша есеп бердім. Жалпы 3 күндік сапарға 1624 евро жұмсалды.